Саламатсыздар ма? Бүгін жиналысқа қатысушылар алдарыңызға тіркеу парағы барып, ол кәдімгі қоғамдық сыналым өткізілгенінде қатысқандарыңыз жөнінде тіркеліп алсақ, барлығымыз. Бізде видео жүреді. Қоғамдық сыналымда бастай берсек, зум қосылды. Алматы зум қосылды. Қосылды по-моему. Жаңа қостың ғой, иә, қосылды. Аха, видео ала беріңіз. Так, видео жүріп жатыр, иә? Видео жүріп жатыр. Зумда қосылса, видео жүрсе, біз бастайық. Ал енді құрметті жиналысқа қатысушылар, Азиялық газ құбыры жүйесі Алматы облысы Жамбыл ауданы аумағында орналасқан С желісі бойынша нөмір 6 компрессорлық станция СКС нөмір 6 арналған рұқсат етілетін шығарындары нормативтері, рұқсат етілетін төгінділер нормативтері, қалдықтар басқару бағдарламасы жобалары бойынша екі санаттағы нысанға қоршаған ортаға әсер етуге рұқсат алу үшін дайындалған материалдар бойынша қоғамдық тыңдаулар ұйымдастырылуда. Қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасы экологиялық кодексіне және қоғамдық тыңдаулар қағидасына сәйкес өткізіледі. Қоғамдық тыңдаулар қағидасының 25 тармағына сәйкес экологиялық жоба мүлде қатысы жоқ ескертпелер мен ұсыныстары ескертілмейді. Бүгінгі қоғамдық тыңдауларды біз ашық деп жариялаймыз және қоғамдық тыңдаудың төрағасы мен Матыбұлақ ауылдық округі әкімінің орынбасары Медет Жақипбаев. Енді бірінші кезегімізде қоғамдық тыңдауға хатшы сайлайық. Мен енді Руслан Дүйсенбай Руслан хатшы болса, қарсылықтарыңыз жоқ па? Жоқ. Так, сондай болатын болса, ашық жиналыстар арқылы қоғамдық тыңдаушылар өткізу үшін регламент. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылар тіркеу 14:30-да. 14:30-да келісілген уақытта қоғамдық тыңдаушылардың ашылуы 14:30-да. Енді мынау рұқсат болса, баяндамалардың сөз сөйлеуі уақыты әрбір нақты жағдайы жеке белгіленеді. 15-20 минут. Руслан Дүйсенбайұлы, өзіңізге. Саламатсыздар ма? Құрметті қоғамдық тыңдалымға қатысушылар, мен бүгінгі дайындап алып келген баяндама жобаға қатысты. Жалпы баяндама Азиялық газ құбыры жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы облысы Жамбыл ауданы аумағында орналасқан С желісінің компрессорлық станциясы номер 6 компрессорлық станциясы, яғни СКС 6 объектісі үшін әзірленген рұқсат етілген нормативтер, рұқсат етілген төгінділер нормативтері және қалдықтар басқару бағдарламасы жобалары бойынша екі санатты объектісінің қоршаған ортаға әсерін экологиялық рұқсат алу үшін дайындалған материалдар бойынша оқып өтемін. Жалпы жоспарланған қызмет туралы қысқаша анықтама айтып өтетін болсақ, Қазақстан-Қытай магистралды газ құбыры Қазақстан аумағы арқылы Қытай Халық Республикасына Қазақстанның өз табиғи газын экспорттау және Түркменстаннан келетін газ транзиттеу үшін арналған. Бұл магистралды газ құбыры Қазақстан Республикасының оңтүстік өңірлерінің Түркістан, Жамбыл, Алматы облыстарын газ жеткізуді қамтамасыз етеді. Қазақстан-Қытай газ құбыры бұл үш параллель тартылған диаметрі 1067 мм болатын құбырлардан тұратын магистралды газ құбыры. Жалпы ұзындығы 1304,5 км құрайды. Газ құбырының Қазақстан аумағында бөлігі Өзбекстан-Қазақстан шекарасынан басталып, Қазақстан аумағы арқылы өтіп, Қазақстан-Қытай шекарасында Қарғалы шекаралық бекеті маңында аяқталады. Және А, Б және С желілері бойынша газ құбырының ең жоғары өткізу қабілеті жылына 25 миллиард кубты құрайды. Оның ішінде А және Б желілері бойынша 30 миллиард куб, С желісі бойынша 25 миллиард кубты құрайды. Жалпы СКС 6 компрессорлық станциясы Алматы облысының Жамбыл ауданы магистралды газ құбырының 879 километрінде орналасқан
Отар ауылының шамамен 24 км шығыс бағытта орналасқан ең жақын елді мекен Шилібастау ауылы жалпы компрессорлық станциядан 5,85 км солтүстік бағытта орналасқан. Картадан қарап, презентациядан қарап көрсеңіз болады. Жоба туралы қысқаша анықтама айтып кететін болсам, компрессорлық станцияның негізгі қызметі газ құбыры арқылы тасымалданатын газдың қысымын арттыру. Бұл процесс General Electric компаниясының 31,77 мегаватт қуатты газ турбиналық жетегі бар газ айдаушы агрегаттарында жүзеге асырылады. Компрессорлық станциядан магистралды газ құбырына дейінгі арақашықтық кемінде 250 метрді құрайды. СКС-6 компрессорлық станциясының алаңының өлшемі қоршау ішінде 195-262 метр, жалпы ауданы 622 гектарды құрайды. Компрессорлық станция жыл бойы үздіксіз вақталық режимде жұмыс істейді. Жылдық жұмыс күндері 365 күн, тәулік жұмыс ауысымдарының саны 2 ауысым, бір ауысымның ұзақтығы 12 сағатты құрайды. Барлық жабдық ауысымды персоналмен қызмет көрсетіледі. Қызмет көрсетуші персоналдар компрессорлық станциядан 800 метр солтүстік шығыста орналасқан вақталық поселокте орналастырылады. Компрессорлық станцияның 2024 жылғы деректер бойынша СКС желісінің номері 6 компрессорлық станциясында жұмыс істейтін қызметкерлер жалпы саны 120 адамды құрайды. СКС-6 компрессорлық станциясы газ тасымалын қамтамасыз етуге арналған құрылымдар, қондырғылар және жабдықтар. Жалпы жұмыс барысы Қазақстан Республикасының экологиялық кодексіне сәйкес және де Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің экология реттеу және бақылау комитетінің 2021 жылы 9 қыркүйектегі қоршаған ортаға теріс әсер ететін объектінің санатын айқындау туралы шешіміне сәйкес екінші санат болып анықталды. 2024 жылы 30 наурызда Алматы облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы берген экологиялық рұқсаттың қолдану мерзімінің осы жылдың аяғында аяқталуына байланысты, сондай-ақ 2026 жылы объектіде өрттен қорғау жабындарын жаңарту жұмыстарының жоспарлануына байланысты Азиялық газ құбыры жауапкершілігі шектеулі серіктестігі СКС-6 объектісі үшін 2026-2035 жылдарға арналған атмосфералық ауа ластаушы заттар және төгінділер нормативтері бойынша қайта жобалары белгіленіп, норматив бекітілу көзделуде. Санитарлық жүктелуіне келетін болсақ, объект Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушы 2022 жылы 11 қаңтардағы ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген тіршілік ету орта бұйрығымен бекітілген 6-шы қосымшасына сәйкес іс желісінің номері 6-шы компрессорлық станциясы санитарлық қорғаныш аймағы 700 метр болып бекітілген. Ал вақтың поселогы қазандықтар, яғни автожанармай құю станциясын ескере отырып 100 метр болып бекітілген. СКС-6 нысанында солтүстік бағытта 5900 метр қашықтықта Шилібастау ауылы орналасқан, жоғарыда айтылып өтілді. Компрессорлық станцияның санитарлық қорғау аймағы 700 метр болып бекітілген. Бұдан алдында Алматы облысы тұтынушы құқықтарын қорғау департаменті 2015 жылы 17 тамызда алынған санитарлық қорытындыға сәйкес 700 метр болып бекітілген. Атмосфералық ауаға таралуын модельдеу барысындағы күтілген есептерге байланысты СКС-6-ның санитарлық қорғаныш аймағын өзгерту қажет етпейді. Яғни шекті норма, шекті концентрация, жол берілетін концентрация бірден аспауына себепті санитарлық қорғаныш аймағын қайта түзету қажет етпейді. Жалпы жұмыс кезеңіне тоқталып өтетін болсақ, СКС-6 құрамында 2 өндірістік алаң бар. Бірінші өндірістік алаң компрессорлық станция, яғни негізгі өндірістік объект. Екіншісі вақтовый поселок. Құрамында тұрмыстық ағын суға тазарту қондырғылары бар, булану тоғаны бар. Өндірістік алаң номері бірінші өндірістік алаң компрессорлық станцияға келетін болсақ, компрессорлық станция газ тасымалдауды қамтамасыз етуге арналған құрылыстар, қондырғылар және жабдықтар кешені болып табылады. Газды айдау агрегаттар ғимараттары орнатылған, сондай-ақ оның жұмыс реттеу үшін қамтамасыз ететін мынадай қондырғылар мен құрылыстар қамтылды. Яғни магистралды газ құбырына қосылу түйіні, технологиялық коммуникациялар мен жабдықтар, газды тазалау қондырғылар, газды ауамен салқындату қондырғылар, өз қажеттіліктеріне арналған газды дайындау блогы, жылыту ортасын дайындау, майлауыш майлар салқындату жүйесі, энергия өндіріс бөлім, станцияның басқару жүйесі. Қосалқы жүйелер мен құрылымдар, яғни май берілу, өртке қарсы жүйе, жылыту, газды сезімталдық бақылау, желдету және кондиционерлеу, канализация, сығылған ауа жүйесі және тағы да басқа.
Жалпы технологиясына қысқаша тоқталып өтетін болсақ, ең бірінші объектіге технологиялық процестер қысқаша сипаттамасы газ тазалау бірінші пункттен тұрады. Ол жерде газдар 6 сатылы тазалаудан өткеннен кейін 30 мегаватт қуаттылығы бар General Electric фирмасының 3 газы сығымдау, яғни КПА-ға жіберіледі газдар. Газ тазарту қондырғыларын жоғарыда атап өттік, 6 несі бар. Ауамен салқындату қондырғылары компрессор цехтарда қысымның 81 мегапаскалға дейінгі температурасын 60 Цельсияға дейін көтерілген тасымалданатын газ шығу коллекторлары арқылы келіп, қабылдау коллекторлары арқылы ауамен салқындату қондырғысына беріледі. Ауамен салқындату қондырғысы 8 секциядан тұрады, әрқайсысында 2 вентилятордан орналасқан. Номер 2-ге келетін болсақ, бұл жерде бізде вахталық әдіспен жұмыс жасайтын қызметкерлердің вахтарды демалу кезеңінде олардың тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуге арналған тұрғын мәдени жұмыс, санитарлық және шаруашылық ғимараттар мен құрылыстар кешенін білдіреді. Вахтовый поселок компрессорлық станциядан жоғарыда аталып өткен 800 метр қашықтықта орналасқан. Вахтовый қалашықта техникалық және тұрмыстық қызмет көрсетіп тиісті ауысымды штаттық қызметкерлер қамтамасыз етеді. Вахтовый қалашықтың аумағында әкімшілік тұрмыстық корпус, тұрғын үй блоктары, жылыту пункті, астана, 2 автокөлікке арналған өрт сөндіру депосы, автожанармай құю, автокөлік жол пункттері, сумен жабдықтау сорғысы, яғни су дайындау жүйесі, тұрмыс сатысы тазарту құрылыстарға су ұңғымалары, материалдық қойма орналасқан. Вахталық кент солтүстігінде тоғаннан тұратын буландырғыш тоғандар және тұрмыс сарқын сулар тазарту қондырғылары орналасқан. Вахталық кент жылумен қамтамасыз ету, компрессорлық станцияда орналасқан утилизатор қазандықтарымен және де резервте тұрған қазандық жылу қазандық қамтамасыз етіледі. Вахталық кентті ыстық сумен қамтамасыз ету үшін жылу пунктінде газбен жұмыс істейтін әрқайсысының жылу қуаты 85 киловаттан тұратын 3 газдың жылытқысы орнатылған. Вахталық қалашықта электр қамтамасыз ету, вахталық қалашықтың ең электр көзі, яғни компрессорлық станцияда орналасқан газдық көшінде электр станциялары арқылы жүзеге асырылады. Ал жоғарыда аталып өткендей рұқсатты қағазға экологиялық жобалар қайта жасауға негіз болған себептердің және бірі осы қосалқы жұмыстар, яғни 2026 жылы объектіде өртке қарсы жабындарды ауыстыру, яғни қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Атмосфералық ауаға шығарындыларын келетін болсақ, жалпы атмосфералық ауаға СКС 6 алаңында көздердің атмосфералық ластау штаттарын шығару нәтижелері бойынша мәліметтерге сәйкес атмосфераны ластайтын стационар көздердің жалпы 151 саны бар, оның 107-сі ұйымдастырылды, ал 4-еуі ұйымдастырылмаған көздер болып табылады. Осылайша атмосфераға шығарылатын жалпы объектінің 2027 мен 35 жылдары ластау штаттары жалпы көлемі 1826-да 334 тонна жылдан құрайды. 2026 жылы қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі деп жоспарлануда. Соның есебінен атмосфералық ауаға 10 қосымша жаңа шығарындылар көзі енгізіледі, оның 4-еуі ұйымдастырылған және 6-ы ұйымдастырылмаған. Осылайша атмосфералық ауа 2026 жылдары шығатын жалпы шығарындылардың көлемі қалпына келтіру жұмыстары барысында 33 тоннаны құрайды. Ал жалпы көлеміне келетін болсақ, 1859 тоннаны құрайды 2026 жылы. Объекті қазіргі деңгейде ағымдағы тәсілмен жұмыс жасай береді. Тек сол 2026 жылы ғана қосымша өртке қарсы жабындарды ауыстыру көзделген. Қорыта келгенде аталған нысанда атмосфералық ауа шығатын шығарындылардың ластау штаттарының 1826 тонна жылына жалпы көлемінің 73 тоннадан 4%-ын газ айдау агрегаттары, яғни негізгі көздері осылар болып табылады. Бұл жұмыстардың нәтижесінде олардың екеуі кезекпен тұрақты жұмыс режимінде қолданылған, ал біреуі резервтік жүйеде жұмыс жасайды, 3 КПА негізгі. Қосымша экологиялық жоғарыда аталып өткенде бұны айттық. 2026 жылы 1859 тонна жылына шығарындылар көлемі түзіледі деп күтілуде. Қалдықтарға келіп түсетін болсақ, объекттерде әртүрлі жұмыс барысында және өндірістік себептерге байланысты жоғарыда көрсетілгендей қалдықтар түзілуі күтілуде. Жалпы қалдықтардың көлеміне келетін болсақ, объекттерде 2026 жылы 1022,48 тонна қалдық түзіледі деп күтілуде. Оның бізде 103-і қауіпсіз қалдықтар, 97-сі бізде қауіпті қалдықтар, 925-і қауіпсіз қалдықтар.
жалпы одан ары қарай 2027 мен 2035 жылдары объектіде жылына 192 тонна қауіп түзіледі деп күтілуде. Оның 88-і қауіпсіз қалдықтар, қауіпті қалдықтар, ал 103-і қауіпсіз қалдықтар түзіледі деп күтілуде. Жоғарыда көрсетілген диаграммамен қарасаңыздар болады. Осы жерде қалдықтар жайлы айтылған. Жалпы атмосфералық ауаға күтілетін шығарындылар мен қалдықтардың түзілуі осындай көрсеткіштерден тұрады. Ал ендігі кезекте біз төгінділер жайында сөз кезегін берсек, бұл жобаның бізде баяндамашы оқып өтсіз. Қайырлы күн, қатысушылар. Бүгін біз қаралып отырған С желісінің номер 60 станцияның жобалары бойынша коллегам айтып кетті. Бірінші жаңағы ластаушы заттардың жобасы бойынша және қалдықтарды басқару бағдарламасы бойынша доклад жасалды. Енді келесі біз осы компрессорный станцияға арналған төгінділер, рұқсат етілген төгінділер жобасына жоба әзірленіп жатыр. Сол жобаға байланысты қазір ақпарат беріледі. Тапсырыс беруші Азиялық газ құбыры, жаңа алдында айтып кетті, Азиялық газ құбыры жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Орындаушы, бұл жобаның орындаушысы Экосервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Бұл жоба негізінде компрессор станцияның қолданыстағы жобасы бар, ол жұмыс істеп жатыр. Сол жобаға кезінде рұқсатнама алынған, төгінділерді төгу рұқсатнамасы, сол рұқсатнаманың жаңағы мерзімі өтуіне байланысты жоба қайтадан өзгертулер енгізіліп, қайтадан экологиялық сараптамадан өтейін деп отыр. Сондықтан бүгін экологиялық кодекстің 96 бабына сәйкес қоғамдық тыңдау өткізілу міндеті деп табылады. Осы қоғамдық тыңдауды сол үшін өткізіп жатырмыз. Енді кішкене тоқталатын болсақ, Азиялық газ құбырының номер 60, С желісінің номер 60 компрессорлық станциясын айтып кетті, екі алаңнан тұрады деді. Бірінші жаңағы компрессорлық станция алаңы, екінші вахталық қалашық. Вахталық қалашық пен станцияның сумен қамтамасыз ету бұл екі ұңғымалар арқылы жүзеге асырылады. Артезиан су дейді. Ауыз сумен және өндірістік тұрмыстық шаруашылыққа қолданылады. Ұңғымалар 2013 жылы бұрғыланған. Су ұңғымалары бұл бірінші жаңағы дайындау станциясына беріледі. Ол дайындау станциясында ауыз суға арналған суларды тазарту жұмыстары жүргізіледі. Екінші ол өндірістікте бұл жерде тек қана өртке қарсы резервуарларға беріледі, екі жолмен беріледі. Су дайындау жүйесінің сипаттамасы. Су дайындау жүйесі бірнеше кезеңнен тұрады. Артезиан суы арнайы тазартылмаған су резервуарларына жиналып, тұндыру және сүзу процестерінен өтеді. Одан кейін екі сатылы кері осмос арқылы тазартылады және ультракүлгін сәулелермен арқылы залалсыздандырады. Тазартылған және залалсыздандырылған су станциямен вахталық қалашыққа жіберіледі. Келесі кестеде көрсетілгендей, судың тәуліктік және жылдық тұтыну компрессорлық станция бойынша тұтыну жылына 3353 метр кубты құрайды, жылына 81.977 кубты құрайды. Тұтынылған судың, яғни ластанған судың көлемі тәулігіне 45 метр кубты, жылына 18.293 метр кубты құрайды. Мына жерде қайтарымсыз дейді, безвозвратный потеря дейді. Ол жаңағы қолданылған сулар көбінесе жаңағы едендерді жууға кезде және субалдандыруды суғарған кезде пайдаланылатын судың көлемі. Мынау төмендегі көрсетілгендері бұл жаңағы ластанған сулардың тазартылғаннан кейінгі уландырғыш тоғанға жіберілетін судың көлемі 18.516 метр кубты құрайды. Салқынды суларды тазарту, бұл салқынды сулар екі түрлі салқынды сулар түзіледі. Бұл шаруашылық тұрмыстық салқынды сулар және құрамы бойынша оларға жақын өндірістік ағынды сулар.
6-шы компрессорлық станция мен вахталық қалашықта пайда болған барлық шаруашылық тұрмыстық сарқынды сулар өздігінен ағатын коллекторлар арқылы компрессорлық станция мен вахталық қалашық аумағында орналасқан кәріз сорғы станцияларына жиналады. Қабылдау камераларына келіп түсіп, қабылдау камераларынан кейін тұрмыстық сарқынды суларды тазарту аймағында орналасқан резервуарларға жиналады. Тазарту аймағында сарқынды суларды вахталық қалашыққа жинап, тазарту құрылғыларына біркелкі жеткізу қызметін атқарады. Тұрмыстық сарқынды суларды тазарту қондырғылары. Алдын ала тұндырғыш арқылы тазартылған сарқынды сулар орташа резервуарға келіп түседі. Одан кейін резервуардан кейін биологиялық тазарту қондырғысына біркелкі беріледі. Биологиялық тазарту қондырғысында биологиялық тазарту процесі арқылы өнімділігі тәулігіне 2 метр кубтан тұратын тазарту қондырғылары арқылы жүзеге асырылады. Тазартылған залалсыздырған ағынды сулар тазартылған суды жинау резервуарларына жиналып, ары қарай насостардың көмегімен су 2 тоғаннан тұратын буландырғыш тоғанға жіберіледі. Бізде буландырғыш тоған Вахталық кенттің солтүстігіне қарай 150 метр қашықтықта орналасқан. Буландырғыш тоған 2 тоғаннан тұрады. Жалпы көлемі 2 тоғанның 1,6 гектарды құрайды. Бір тоғанның жалпы көлемі 6050 метр квадрат және 1,6 метр тереңдігі. Бұл тоғанда жаңағы жиналған суларды жерасты суларына сіңіп кетпеу үшін арнайы сүзу экрандарына жабдықталған. Сүзу экрандарының үстіне бетон қабаты төселген. Сондықтан жерасты суларына сіңіп кету тазартылған сулардың қаупі жоқ. Тоғанның біреуі резервтік болып есептелінеді. Егер бір тоған толып тоғандар су символдаса, екінші тоғанға да су жіберіледі. Немесе екі тоғанға да су жіберу жүзеге асырылған мүмкіндік бар. Тоғандардың буландырғыш тоғандардың әр 90 сайын тазарту, буландырғыш тоғандарда әр 90 сайын тазарту жұмыстары жүргізіледі. Оларды лай бастапtan 2 тоғанға ауыстыру арқылы ортасында құбыр бар. Бір тоғанның суын екінші тоғанға төгуге болады. Сондықтан оны кептіру арқылы бір тоғанда астындағы лай бастаптарды тазалап, әр 90 сайын тазалау жұмыстары жүргізіледі. Енді жобада ағынды сулардың нақты көлемі негізгі шығатын фактически көлемі ол жылына 2024 жылы 9000 метр кубты құрады. Бұл жобада суды тұтыну мен пайдаланылған судың тәуліктік және жылдық көлемдердің есебі жасалып, олардың нәтижелері бойынша су шаруашылық балансы жасалды. Жоба 2020 жылдан бастап 2035 жылдар аралығына жоба жасалынды. Жаңа айтып кеттім, буландырғыш тоғанға төгілетін, тазартылып төгілетін сарқынды сулардың көлемі 18116 метр құрайды. Нормативтік тазартылған шаруашылық тұрмыстық сарқынды суларды буландырғыш тоғанға төгу, бұл ағызу рұқсат етілген концентрациялар шегінде жүзеге асырылады. Тазартылғанға дейін және тазартылғаннан кейін, сондай-ақ буландырғыш тоғандағы сарқынды сулардың сапалық құрамына әр 90 сайын Азиялық кәсіпорын жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы бойынша зертханалық бақылау жасалынып отырады. Зертханалық бақылау әр 90 сайын сол бағдарламаға сәйкес өндірістік экологиялық мониторинг жүргізіледі. Бұл мониторингке жаңағы судың сынамалары алынады, тазартылғанға дейінгі судың сынамалары, тазартылғаннан кейінгі судың сынамалары алынады. Одан кейін буландырғыш тоғандағы судың да сынамалар алынып, арнайы зертханаларға өткізіледі. Ол жерде жаңағы шекті концентрациялар анықталып, арнайы протоколға толтырылады. Жалпы айтқанда, төгінділер тоған жалпы заңсыз ешқандай жер үсті суларына немесе жер асты суларына қатысы жоқ. Ешқандай жерге жаңағы жер асты суларына төгілмейді. Тек қана булану арқылы азайып отырады.
жалпы экологиялық әсеріне әсер шамалы деп бағалауға болады. Өндірістік сулар ретінде бұл жерде өндіріс өте көп су қолданбайды. Көбінесе жаңағы алдыңғы кестеде көрсетіліп кеткендей көгалдандыру несі бойынша жаңағы суға жұмсалады. Одан кейін ауыз су асханаға жаңағы жұмыскерлердің қажеттіліктеріне жұмсалады. Ал өндіріс өзі жеке ешқандай шамалы су қолданылады. Ол жаңағы 8 жыл шамасында гидроиспытание жасалынады ғой. Сол кездерде қолданылуы мүмкін. Сосын агрегаттары жаңағы газды айдау агрегаттарының турбиналарын жууға жұмсалады. Нақты көлемі ол өте шамалы. Ең көп жұмсалатын суға қолданылады. Жалпы бізде баяндама осыдан тұрады. Суға қатысты, ауаға қатысты айтылып өтілді. Және де одан бөлек өндіріс экологиялық бақылау бағдарламасы бар. Заңда бекітілген тәртіппен ол әр 90 сайын ол атмосфералық ауаға сынамалар алынады. Жоғарыда әріптесім айтқандай суға сынамалар алынады. Және шектік нормативтер сақтауын қамтамасыз етіп 90 сайын есептіліктер тиісті органдарға ұсынылып отыратын болады. Жалпы біздің баяндама осыдан тұрады. Рахмет. Баяндамашылар тыңдадық. Сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз бар ма? Жалғыз жақын орналасқан ғой. Сөзіңізді сұрақ қоймастан жөніңізді айтып таныстырып өтесіз. Өйткені бізде мен осы мектепте жұмыс істеймін. Ақтауда актерлік. Менің сұрағым, есімім Шолпан болады. Біз енді сіздер жаңағы компрессорлық станцияға жақын орналасқанбыз ғой, жаңа айтып жатсыздар 4-5 километр ма? 585, 6-ға жуық. Иә, 6-ға жуық. Сонда да жақын ғой. Сол енді жаңағы көріп жатырмыз, көрсетіп те айтып та жатырсыздар. Баяндамаларыңызды енді түсіндік деп ойлаймын. Бірақ зияны жоқ па енді? Сол біз енді ұрпақ өсіріп отырмыз. Ауылымыз жақын. Мен сіздің сұрағыңызға мен толық жауап беріп берді былай. Тазартып қондырғыларды неғып отырмыз дейсіздер енді. Соған кішкене қорқынышым бар. Сол сұрағым енді. Былай сұрағыңызға жауап беріп кетсем, жалпы экологиялық зияны қаншалықты деп жатсыз ғой? Жоғарыда аталғандай бұл жерде жалпы санитарлық талаптарға сәйкес санитарлық қорғаныш аймағы бекітілген. Және ол жердегі бекітілген шектік норма бір деген норма бар. Одан аспауды мекеме де міндетті және оны сақтап келе жатыр. Және де біз атмосфералық ауаға әсерін модельдеу барысында жүргізген есептіліктердің нәтижесіне сәйкес ол сол ережеліктерді сақтайды. Соның әсерінен экологиялық рұқсат алуға құжаттар дайындалды және де бүкіл заң талаптары сақталды. Ал суға әсеріне келетін болсақ, ол жоғарыда әріптесім айтқандай тұтынылған сулар тазартудан өткеннен кейін барып буландырғыш тоғанға барып төгіледі. Және ол жерден пургификатор булан сулар ішу керек, қатты қалдықтар түрінде сақталу керек. Жоқ, ол судың қалдығы. Ал жалпы тұтыну және өндіріс қалдықтары түзілетін бұл объектіде. Ол утилизация, яғни жоюға немесе қайта өңдеу мекемелеріне келісімшарт негізінде жыл сайын 90 сайын жіберіліп отыратын болады. Өндіріс жұмыс жасаған кезде міндетті түрде ауаға болсын, суға болсын ластаушы заттар тастайды, қалдықтар түзіледі деген сияқты. Онсыз енді өндіріс жұмыс жасамайды ғой. Сондықтан бұл жерде енді үлкен өндіріс емес, бұл деген тек қана жаңа басында айтылып кетті ғой, 3 газ құбыры арқылы өтетін тасымалданатын газдың қысымын жоғарылататын және сол тасымалданатын газдың тазартатын компрессорлық станция ғой, сол үшін салынған компрессорлық станцияға. Енді ол қысымын көбейту үшін әртүрлі агрегаттар, бұл электр жүйесін де өздерінен алады, жылуды да өздерінен алады. Сосын ең негізгі агрегаттар, газдың қысымын көтеретін агрегаттар. Әрине олардың бәрі газ отынын пайдаланады, сондықтан олар ластаушы заттар шығарылады атмосфераға. Бірақ сол ластаушы заттардың шекті концентрациясын сақтайды. Соған арналған жоба ғой бұл, соған жасалған жоба. Сол шекті концентрациядан аспау керек. Егер шекті концентрациядан асатын болса, арнайы қолданылған заң талаптарына сәйкес жауапқа тартылады.
Onun бәрі жаңа мен айтып өттім ғой, әр 90 сайын мониторинг жүргізіледі, лабораториялар бар, аккредитациядан өткен. Сол лабораториялар бойынша ластаушы жаңағы атмосфераға шығарылатын трубалар, түтін шығаратын. Солардан алынады сынамалар. Одан кейін жаңағы қорғау аймағы деп жатырмыз. Санитарлық қорғау аймағы, компрессорлық станциядан. Сол жерден сынамалар алынады. Егер жақын орналасқан ауыл мекендері болса, ол жерден де сынама алынады. Топырақтан сынама алынады, судан сынама алынады. Оның бәрі сол зертханаларға өткізіліп, көрсетіледі негізгі концентрациялары қандай. Егер шамадан тыс асып жатса, шекті концентрациядан асып жатса, онда жауапқа тартылады. Сол үшін жоба жасалынады, бұл кісілерге сол үшін норматив бекітіледі. Сол нормативтен аспау керек. Сақтай отырып жұмыс жасайды, мекеме соны көздейді, соны сақтауға соны әрекет жасайды, солай жұмыс жасайды. Талқыға сұрақтарың, ұсыныстарың болса, жоба бойынша қандай сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз Азиялық газ құбыры Алматы облысы Жамбыл ауданы Шыңғыстау аумағында орналасқан нөмір 6 СКС нөмір 6 арналған рұқсат етілетін шағындыларға нормативті рұқсат етілетін төгінділер бойынша екі санатты нысанға қоршаған ортаға әсер етуге рұқсат алу үшін дайындалған материалдар бойынша қоғамдық тыңдалым отырысымызды рабық деп есептейміз. Рахмет, Зумда сұрақтар ондай келіп түскен жоқ па? Видео түсіремін. Егер зумда да сұрақтар, ондай ұсыныстар болмаса, біз қоғам тыңдалымда жауап қанаймыз? Асқандарыңызға рахмет.